Мен әрдайым өмірде бәрін дұрыс істеуім керек деп ойлайтынмын. Қателеспеуім керек, барлығына ұнауым керек, сәтсіздікке ұшырамауым керек деп. Бірақ бәріне бірдей ұнау мүмкін емес екен. Қателік жасамай дамуға болмайды. Марк Менсонның «Бәріне қолыңды бір сілте» кітабы маған көп нәрсені түсіндірді. Бүгін мен осы кітаптың негізгі 10 идеясымен бөлісетін боламын. Бірінші, өмір проблема шешуден тұрады. Өмір ешқашан проблемасыз болмайды. Егер маңызды проблема жоқ болған күннің өзінде, миымыз автоматты түрде проблеманы ойлап табады. Мінсіз сұлулық, Феррари, үй, тағы басқа. Егер мүлдем проблема болмаса, адам жалға бастайды. Еш проблемасыз болу мүмкін емес. Проблема бар болғаны жақсара түседі. Өмір шексіз проблеманың тізбегі. Проблемасыз өмір сүремін деп армандамай-ақ қой. Мысалы, мінсіз бейнелі чымыр болу үшін жаттығу залына баруың керек. Жаттығу залына жазыласың, бірақ сенде проблема туындайды. Ерте тұруың керек, қара тер болып жүгіруің керек. Содан кейін сенде уақытта тапшы бола бастайды. Жұбайыңа көңіл бөле алмайсың. Еш уайым қайғысыз, түр-келбетің мінсіз, атақ абыройлы болып, ақшаңның бітпегенін қалайсың. Мұны бәрі қалайды. Бірақ көпшілігінің ойына келмейтін бір сұрақ бар. Өміріңде қандай қасіретті қалар едің? Осы сенің өміріңді айқындайды. Арманның орындалуы табанды күрестен пайда болады. Қандай азап басыма жағады деп сұра. Сен бақыт үшін қандай қиындыққа дайынсың? Бақыт мақсат емес, процесс. Көпшілік адамдар бақытқа жету үшін бірдеңеге қол жеткізу керек деп ойлайды. Бірақ Менсон айтады, нағыз бақыт ол өмір бойы шешуге лайықты мәселелерді табу. Яғни бақыт деген мәңгілік қуаныш емес. Бізді қызықтыратын процестен ләззат алу. Бақытқа қол жеткеннен кейін одан ешқашан айырылмай өмір бойы көңіліміз тоқ, қайғымыз жоқ болып жүрсек деп ойлаймыз. Өкінішке орай олай болуы мүмкін емес. Мысалы, кезінде қалап сатып алған үйің енді ремонтты талап етеді. Сүйіп қосылған жарың сенің келіспей қалатын адамың. Армандап жеткен жұмысың стрестің қайнар көзі. Жақсы күйге бөлеген әрекет нашар күйге деп енгізе алады. Сондықтан не үшін күресетініңді таңда. Барлығына ұнай алмайсың. Бәріне қолыңды бір сілте. Бұрын мен адамдардың не ойлайтынына қатты мән беретінмін. Бірақ кітаптағы мына ой менің көзқарасымды өзгертті. Сен кімге, не нәрсеге мән беретіндігіңді өзің таңдайсың. Бірақ бәріне бірдей мән бере алмайсың. Қазір мен бұл ойды босқа кететін энергия ретінде көремін. Маңыздысы сенің кім екенің, сенің құндылықтарың. Басқаларға ұнау үшін өмір сүру ең үлкен қателік. Төртінші, өзіңнің шынайы құндылықтарыңды таңда. Көп адам материалдық нәрселерге, атаққа, байлыққа ұмтылады. Бірақ автор айтады, өміріңнің сапасы сенің таңдаған құндылықтарыңа байланысты. Мен үшін маңызды нәрселер өзгерді. Бесінші, өзіңнің ерекше емес екеніңді мойындау. Нағыз еркіндік. Менсонның ең қатты әсер еткен ойларының бірі. Біз бәріміз де ерекше емеспіз. Біз бәріміз де қатардағы бір адамдармыз. Басында бұл ой маған ауыр тиді. Бірақ кейін түсіндім, біз өзімізді өзгелерден артық санап, өмірден ерекше нәрселер күткен сайын көңіліміз қалып жатады. Өзіміздің қарапайым екенімізді мойындағанда ғана өмір жеңілдей түседі. Алтыншы, сәтсіздік өсудің кілті. Көп адам сәтсіздіктен қорқады, бірақ Менсон былай дейді. Жақсы өмір сенің проблемаларыңды таңдай білуіңде. Егер сен бір нәрсені шынымен қаласаң, оның қиындықтарына да дайын болуың керек. Сәтсіздіктен қорықпа, өйткені ол өсудің бір бөлігі. Өмір әділетсіз, бірақ бұл қалыпты нәрсе. Кітапта былай жазылған. Өмір сенімен емес, өз жолымен жүреді. Ол ешкімге әділетті болуға міндетті емес. Біз өмір әділетті емес деп ренжімеуіміз керек. Оның орнына біз өзімізге берілген нәрселермен жұмыс істеуді үйренуіміз керек. Сегізінші, басқаларды кінәлауды қою керек. Менсонның тағы бір маңызды ойы, сенің өміріңе сенен басқа ешкім жауап бермейді. Өміріңнің тізгінін өзің ұстауың керек. Егер бір нәрсе дұрыс болмаса, оны өзгертетін тек сен ғана дейді. Өмір таңдаулардан тұрады. Кітаптағы мына сөйлемді оқығанда мен өзіме сұрақ қойдым. Сен қандай азапты көтеруге дайынсың деген. Егер сен табысты кәсіпкер болғың келсе, оның артындағы қиындықтарға да дайын болуың керек. Өмірдегі барлық нәрсенің өзінің бағасы бар.
10. Еркіндік өзің таңдаған шектеулерді қабылдау. Мен соны айтады, шынайы еркіндік өз құндылықтарыңа сай өмір сүру. Мен қазір түсіндім. Еркіндік деген қалағаныңды жасау емес, өзіңе маңызды нәрселерге шектеу қою. Бүгінде жұрттың жағдайы жақсарса да барлығының үйінде плазмалық теледидар, азық-түлікті үйіне дейін тапсырыс бере ала тұра, күйзеліс пен депрессия соңғы 10 жылда күрт артқан екен. Мүмкіндіктердің өте көп болуы соншалық, неге қол сілтерімізді білмей қалдық? Бұл кітап менің көзқарасымды өзгертті. Ең бастысы өз өміріңе жауапкершілік алу. Проблемадан қашпа, оны таңда. Өзіңнің қалауыңды дұрыс анықта, басқалардың пікіріне байланып қалма. Сіз қалай ойлайсыз? Пікірге жаза кетіңіз.